Сәлем достар, сіздермен бірге мен Тока. Бүгін менде жаңа сериал, яғни бұл сериалдың аты менде ауылдық келін деп аталады. Бізде сіздерге бұл киноны түсіндіріп кетсем, яғни мына апаның екі баласы болады. Үлкен баласының әйелі осы болады, яғни бұл мынаның бірінші келіні болады. Бірақ ол жұмыста басымен қалаға кетіп қалған. Бұйырса, 1 жылдан кейін келуі мүмкін. Сосын бұның екінші баласы болады, яғни Асқат деген. Ол келіншегімен 2 жыл бұрын қалаға кетіп қалған. Олар келеді, сосын сөйтіп өмір өткізеді. Ал біз кеттік. Бүгін ана Асқаттар келемін деген. Звондай беді ана трубкадан. Келсе жақсы болар еді, маған бір жолы көмектесетін. Абысаңды сағынып қалдың ба? Кішкене сағынып қалдым. Ана жерде біреу келатыр ма? Қарап көрші. Келатыр ғой аналар. Мама, қалайсыздар? Сендерді келеді деп күтпедік қой. Білесіңдер ма? Саламатсыз ба? Қандай саламатсың ба? Ұятсыз, сәлемді дұрыстап салмайсың ба? Сәлем бердік. Енді дұрыс болды. Барып, енді нестеп келіңдер. Жайғастап келіңдер. Сосын сендерді бөлмелерге таныстырып кетейін. Жүріңдер тез. Бұл бізде асхана, яғни кухня. Ремонттадық, енді ақшамыз жеткенше. Жүріңдер енді келесі бөлмеге. Үйді де көрмегелі біраз болыпты. Бұл біздің апам екеуміздің бөлмеміз. Енді бұны ремонттамадық, ақшамыз жеткен жоқ. Бұл бөлме сендердің бөлмелерің, сендер жайғаса беріңдер. Ал мен кете берейін ана апама. Мынау точно ауыл ма? Бұл менің туған жерім ғой, енді өскен. Что за ремонт? Ремонттаса дұрыстап ремонттамай ма? Не пәлен ау? Қойшы. Жарайды, заттарымызды орналастырайық одан да. Міне, заттарымызды да енді орналастырып болдық. Барайық. Жарайды. Біз келдік. Мынау қандай киім тағы? Киімің нормально. Енді басында орамалың қайда? Мен саған бір орамал беріп келейінші, әйтпесе. Отыра бер ана жерге. Жарайды. Қандай, не мынау енді? Тұра тұр, қазір мен саған бір дені дұрыс орамал тауып берейін. Мынау менің новин алған орамалдарым. Sonra да саған беремін. Міне нормально болып тұр. Енді маған қайтаруды ұмытып кетпе, жарама. Қайтарамын ғой мен міндетті түрде. Мен онсыз да жаңадан орамалдар сатып аламын. Жарайды. Бұл қымбат 1500. 1500? Бұл бізде тек арзан баға ғой. Көп сөйлемей болшы. Әйтпесе қазір апам маған ұрсып жүреді. Шай суып кетті деп. Жарайды. Ал? Достар, кешірім сұраймын. Міне енді жақсы болды. Жақсы болды ғой. Шай қойсаңшы. Қазір қоямын. Кеселер қайда еді? Тұр ғой, міне көзіңді ашып қарасай кеселер. Жарайды. Асқат, бірінші саған беріп жіберейін. Міне. Рахмет, Жолзай. Міне бұл өзіме. Ал, не жаңалық жұмыстарыңда? Айтыңдар, неше күнге қаласыңдар? Енді білмеймін оны, алда уақыт шешеді ғой. Ауылдан бір жұмыс табу керек. Маған ауылдан бір жұмыс табу керек енді. Ақша табу керек. Алып кеткеніміз 50 мың теңге. 20 мыңның сендерге жетпей ма не?
Я, бізге жетпейді. Не болыпты енді жеңше? Ей, сендер қуасыңдар ма? Мен уборщица болып 2 ай бұрын істегем. Мен жұмыста шығып кеттім. Соның айлығы енді маған 50 мың береді. Соны мен өзім жеткізем ғой. Продукты, цветтің ақшасы, тағы қандай заттар болсын. Енді 50 мың шынымен де көп сияқты ғой. Жұмыс істемей ақ қойыңдар. Одан да ақшаны біз береміз. Қой, жоқ, мама, ұят қой ақша деген. Сол ғой. Мен өзіміз жұмыс істеп табамыз. Иә. Ақыры мен полиция, ал Жұлдызай стюардесса. Сосын кейде переводчик болып жұмыс істейді. Оның айлықтары миллионнан асады. Жарайды, ол маған керек емес. Жарайды. Нан кім пісірді? Дәмді екен. Ой, жаңа пісіріп қойған ғой жеңшен. Дәмді пісіреді екен өзі. Я, рахмет. Так, келіндер, мен кеттім. Мен ана Бағдагүлдің үйіне барып келейінші, жарай ма? Бір маңызды шұғылға бар айтып келейін, жарайды ма? Иә, апа, бара беріңіз. Жарайды, мен ит жинап отырыңдар, Жарайды, апа. Жарайды, жеңше, мен кеттім. Ана көрші Жандосқа барып келейінші, осы бір сюрприз жасап келейінші. Мені вообще көрмеді ғой. Ол Жандос па? Ол уже үйленіп бала шағалы болып жатыр. Үш. Қандай бала шаға? Оның уже 2 баласы бар ғой. Бля, естімеппін хабарды. Қашан үйленді? 2021-де, 25 мартта. Жарайды, мен сонда да бара беремін. Так, мен жинап болдым. Аяқты қоя сал. Так, келін. Келін. Ойбай. Кешірім сұраймын, не болды, айта беріңіз. Мына жерді жина. Не маған қарай отырсың, бақырайып? Мен кеттім. Арайға барып келейінші менді. Не анау, енді Асқаттікі? Ауылға бір күн болды келмей жатқан, бұл жұмаға жұмыс істетіп қойды. Сұмдық қой бұл енді. Қалай жуамын? Бәрі үшеуі де жаққа кетіп қалды. Мен не істеймін енді? Бір. Мен не қаққа жуарымды да білмеймін даже. Туно не істемей жатыр. Жарайды, мен кеттім, ладно, жинай берейін. Енді осылардың бәрін мен қалай жинаймын? Асқатта ұялмайды ғой маған, соншама бір күн болмай, даже 1 сағатта болмай жұмыс істеткізіп қойды. Бір қап. Бәрін почти жинап болдым. Енді барып мен телефон қарайын, құрбыма звондайыншы, не болып жатыр екен, ол да бір. Маған мүлде хабарласпай кетті. Ақыры жеттім, арманыма соткам, сені сағынып кеттім ғой, жаным, айфоным менің.